Бүгін сіздермен осындай қатпарлы самса пісіретін боламыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Үлкен кісілерге де, балаларға да өте жегенге жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдымен 250 грамм ұнымызға 100 грамм майымыз салып, қолмен ұнтақтайтын боламыз. Оған шамалы тұз саламыз, жарты шай қасық тұз жарайды. Қолмен әбден ұнтақталғанша осылай езіп алатын боламыз. Езілген майымыз бен ұнымызға көз мөлшерінде құйып отырасыз. Осылай су құйып, орташа қаттылықта осылай елеп алатын боламыз. Жұмсақ етіп елеп жібермеңіздер, өйткені жұмсақ болса самсамыз әдемі шықпай қалады. Осылайша қамырымызды 2 күлшеге бөліп аламыз. Мен арасына сорпаның бетіндегі майды алып қоям. Соған 100 грамм 72% немесе 82%-тегі майды салып, осылай ертіп аламын. Жаңағы 2 күлше қамырымды жайып алам. Осындай қалыңдықта жаясыздар, қатты жұқа болып кетпесін. Арасына майымызды осылай қатты көп құйып жібермей осылай жайып шығатын боламыз. Өйткені қамырдың құрамында май бар. Осылайша екінші қамырымызды бетіне осылай төсейміз. Оғанда майымызды жағып шығатын боламыз. Рулет сияқты осылай тастай етіп орайтын боламыз. Арасындағы ауларды осылай шығарып жерсек болады, әр жерін қысып. Қамырымызды 3-4 сағатқа, немесе асығыс болсаңыз 2-3 сағатта да алып пайдалана беруге болады. Холодильникке салып қойсақ болады. Холодильниктен осылай алған соң бөліктерге бөліп аламыз. Холодильникте 3-4 сағат сақтасаңыз, осылай кесілуде, жайылуда ыңғайлы болады. Керекті қамырыңыз кесіп алып, осылай жаймен жұмсартамыз. Осылайша домалақ етіп, барлығын жайып алатын боламыз. Жайылған қамырларымызға алдын ала фарш дайындап қойғанмын. Сиыр етінен фарш және жуаны араластырып дайындап қойғам. Соны салып шығатын боламын. Осылайша мен өзіме ыңғайлы 3 бұрыш көлемде түйдім. 3 бұрыш пішінде. Өздеріңізге ыңғайлы пішінде түйсеңіздер болады. Бұл тестіден ұйғыр самсасында пісірсеңіз болады. Осылай 3 бұрыш етіп қатпарлы самса пісірсеңіз де болады. Қамыры екеуіне де жарай береді. Осылайша қамыр ашылып кетпейтіндей етіп, осылай әдемілеп түйіп шығатын боламыз. Тапамызға салып, бетіне жұмыртқамыз жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысына 2 қасық кефир немесе қатық салып, араластырып бетіне жақсаңыз, самсаңыз әдемі шығатын болады. Самса болсын, кез келген печенье болсын, мен жұмыртқаны осылай пайдаланам. Тек сарысын ғана пайдаланам. Сол кезде беті жұмсақ болып шығатын болады.
алдын ала қызып тұрған пеште 220-250 градуста самсамды 20-25 минут пісіріп алатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет рецепт.